Бір жерде айтады, келіп жаңағыдай бүйтіп мойындарынан қылқындырып, бүйтіп кішкене алыстырып, терлетіп жаңағыдай бүйтіп күресіп, астына басып, күресіп кететін дейді. Алдыңғы Бипро жобасында бізде біраз кәсіпкерлер оқыды, сол жігіттерге компанияда қызметкерлермен қарым-қатынасына тақырыбын терең кірген кезде бір жігіт айтады, мен дейді бұрын дейді қызметкерлермен кеңсеге келемін де, олардың настроениясын көтеру үшін дейді, олармен күресіп кететін дейді. Келіп жаңағыдай бүйтіп мойындарынан қылқындырып, бүйтіп кішкене алыстырып, терлетіп жаңағыдай бүйтіп күресіп, астына басып, күресіп кететін дейді. Енді олай істемейтін болдым дейді. Ол дұрыс емес екен дейді. Былай қарасаң қарапайым дүние сияқты, бастық деген қандай болу керек, басшыға тән қасиеттері қандай, басшының образы қандай, өзін өзі ұстауы қандай, жаңағыдай қарапайым. Бірақ көрдіңіз ғой, кәсіпкерлерге бұл нәрсе түсініксіз болуы мүмкін екен. Қызметкерлермен күресу деген не сұмдық ғой. Біз сондай қызметкерлермен күресу арқылы, қызметкерлермен қалжыңдасу арқылы, қызметкерлерге ай-шай жоқ ойланбай аузымыздың, тіліміздің ұшында тұрған көңіл күйімізге сай сөздерді айта салу арқылы өзіміздің дәрежемізді түсіреді екенбіз да. Біз өз дәрежемізді құлатамыз олардың алдында. Теңесіп қаламыз да. Одан кейін бір күні олар бізді тыңдамайды, олар бізге сөз қайтарады. Олар былай айтқан кезде бізді пысқырмайды, жұмыс істегісі келмейді, біздің артымыздан еретіндей тұлға ретінде бізді көрмейді. Сосын түсінбейміз, неге қызметкерлеріміз кетіп қала береді жұмыстан, неге қызметкерлеріміз өзгеріп баратыр. Заман өзгеріп баратыр. Бұрынғы адамдар жақсы еді, қазіргі адамдар дейді, балалар сұмдық қой дейді, адам менсінбейді қазір деп сондай сөздер шығады да. Бәрі өзімізден басталады. Сол үшін құрметті кәсіпкерлерге мен үнемі айтамын, қызметкерлеріңізбен күреспеңіздер деп.